Сәлем оқушылар, бүгін біздің тақырыбымыз ғарышты зерттеушілер. 111 сабақ, сабағымызды бастамас бұрын лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Так, қалдықпен бөлуді орындауда барлық қалдықтардың көбейтіндісін тап. Сонда сен Галилео Галилей не ойлап тапқан білесің. 26-ны 3-ке бөлсек, бізде нешеден келеді? 8-ден келеді. Қалдық 2 болады. 38-ді 5-ке бөлсе бізде 7-ден келеді. Қалдық 3 болады. 28-ді 6-ға бөлсе бізде 4-тен келеді. Қалдық 4 болады. Астрономиялық сағат 26 екен. Так. Қалдықта барлық қалдықтардың көбейтіндісін тап. 2-ке 3-ті көбейтсек 6, 6-ға 4-ті көбейтсек 24. Бізде телескопты ойлап тауыпты. Келесі. Қалдықпен бөлуді қалай орындағанын қара дейді. Сіздерге тақырыпты түсіндіріп кетейін мына жерде. Так, қалдықпен бөлуді қалай орындалғанын қара дейді. Қалдықпен бөлуді қалай орындаймыз? Бірінші біз бұрыштап бөлеміз. Кәдімгі берілген санымызды бұрыштап бөлеміз. Ең соңында, қараңыз, 467-ні 4-ке бөлсе, 4-ті 4-ке бөледі, 1-ден келеді, 1/4 4, азайтқан кезде 6 болады, 0, 6 түседі. 6-ны 4-ке бөлсең 1-ден келеді, шамамен 1/4 4, азайтқан кезде 2 болады. Сонда 2 4-ке бөлінбейтіндіктен 7 түседі. 27-ні бөлген кезде 4-ке 6-дан келеді, 6 4 24, азайтқан кезде қалдық 3 қалады екен. Міне, бірінші жүздіктерді бөледі, одан кейін ондықтарды бөледі, одан кейін бірліктерді бөледі. Келесі. Так, қалдықпен бөлуді орындайды. Біріншісін қарайық. 564-ті 5-ке бөлем. 564-ті 5-ке бөлем. 5-ті 5-ке бөлем 1, 5 болады, және 0, 6-ны түсірем, 6-ны 5-ке бөлем 1 болады, 5, 1 болады, 1 5-ке бөлінбейтіндіктен 4-ті түсірем, 2-ден келеді, 10 болады, 4 қалдық. Келесі, 467 бөлемін 2-ге, 4-ті 2-ке бөлем 2, 4 болады, 0, 6 түседі, 3-тен келеді, 6 болады, 0, 7 түседі, примерно 3-тен келеді, 2 3 6, азайтам 1 қалдық. Келесі, 937-ні бөлемін 3-ке, 9-ді 3-ке бөлем 3-тен келеді, 9, азайтам 0, 3 түседі, 3-ке бөлем 1, 3 болады, азайтам 7 түседі, 2-ден келеді, 6 болады, азайтам 1 қалдық. Келесі 478-ді 4-ке бөлем. 478-ді 4-ке бөлем. 4-ті 4-ке бөлем 1, 4 болады, 0, 7, 7-ні 4-ке бөлем 1-ден келеді, 4 болады, 3, 38-ді 4-ке бөлем 9, 9 4 36, 2 қалдық. Жазбаламыз мына кетірем. 638-ді 3-ке бөлем. 6-ны 3-ке бөлем 2, 6, 0, 3 болады. 3-ті 3-ке бөлем 3, 1 болады, 0 болады, 8 түседі. 2-ден келеді 6, 2 қалдық. Келесі. 583-ті 4-ке бөлемін. 1 болады, 4 бірім 4, 1, 8 түседі. 3-тен келеді, жоқ, 4-тен келеді. 16, 2 болады, 23, 6 емес, 5-тен келеді. 5 4 20, 3 қалдық. Жазып аламыз, балдар. Келесі тапсырма. Қараймыз, балдар. Бір жыл ішінде расатханаға саяхатқа 369 оқушы келді. Міне, барлығы 369 оқушы. Енді бұл саяхатқа келген үлкендерге қарағанда 3 есе артық, демек үлкендер бұларға қарағанда 3 есе кем деген сөз. Бір жыл ішінде расатханаға барлығы қанша саяхатшы келді? Барлығы сұрақ белгісі. Келесі. Біз үлкендердікін тауып алу үшін 369-ды 3-ке бөлдік. Сонда үлкендердікін тауып алдық. Үлкендер 123 екен. Енді барлығын табу үшін жаңа оқушылар 369 еді ғой, ал ересектердікін таптық, үлкендер 123, екеуін қостық. Келесі.
балалар қысқаша жазбаны сұрақпен толықтырып есепті шығар. Балалар 14 адамнан 3 топ болды. Ал ересектер 12 адамнан 2 топ болды. Барлығы қанша адам келді десек. 14 адамнан 3 топ болса, 14-ті 3-ке көбейтсем, 42 болады. Ал енді 12 адамнан 2 топ болатын болса, 12-ні 2-ке өтем, 24 болады. Барлығын табу үшін 42-ке 24-ті қосам. Сонда 66 болады. 66. Келесі. Жазып аламыз. Так, 5-ші тапсырма. b минус 70 көбейту 3. b минус 70 көбейту 3 тең 345. b тең 345-ке қосамын. 70-ті 3-ке көбейтсек, бізде 210. Сонда b тең 210-ға қосатын болсақ, 555 шығады екен. Келесі мына теңдеуді қарап жіберейік. Келесі былай болады. А бөлу 400 азайту 360 тең 8 дейді. Бұл жерде бірінші амалды орындаймыз, жақшаны орындаймыз. 400-ден 360 азайтсақ 40 болады. А бөлу 40 тең 88 дейміз. Енді осы жерде аны табу үшін 8-ді 40-қа көбейтеміз. 320 болады. Келесі 45 бөлу 5 көбейту b тең 900 дейді. Бұл жерде бірінші амалды орындаймыз. 45-ті 5-ке бөлеміз, 9 болады, көбейту b тең 900 дейміз. Енді осы жерден b-ны табу үшін 900-ді 9-ға бөлеміз. b тең 100 болады. Келесі, ауданы 36 см квадрат, ені 4 см болатын тіктөртбұрышсыз, оның периметрін тап дейді. Бізде тіктөртбұрыште отырғанымыз мынандай болады, барлық қабырғалары тең емес, бірақ қарама-қарсы қабырғалары тең сияқты болады. Келесі, ауданы 36 дейді. S тең 36, ұзындығы ені 4, ал ұзындығы белгісіз. Осы жерде ұзындығын тауып алайық. Жалпы ауданы формуласы бізде былай еді. Ұзындығы мен енін көбейтеміз. А көбейту b. Енді қараңдар, бұл жерде ені 4 болатын болса, ұзындығын табу үшін біз 36-ны 4-ке бөлеміз, 9 болады. Ал енді периметрін табуы керек болса, ұзындығы мен енін қосып 2-ке көбейтеміз, бізде 26 болады. Келесі, бұл ауданы дәл осындай шаршы болса, ауданы 36. Қандай санды өз-өзіне көбейткенде 36 болады. Бұл бізде 6. Енді 6 төртіміз 24. Өткенде 4 қабырғасына көбейтеміз периметрін табу үшін. Осымен сабағымыз аяқталды. Оқушылар сау болыңыздар, каналымызға тіркеліп кетіңіздер.